Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Анаргүл Алмабекованың Тоқал атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Қаңтардың алай-дүлей бораны ысқырып тұрғанына бүгін 3-ші күн. Қалаға қарай жүретін жол жоқ, жабылып қалған деп ауыл адамдары да тым-тырыс отыр. Қорадағы малына қарап, бет қаратпайтын боранмен алысып, құдықтағы қатқан суды ерітіп, сонымен ақ күндер өтіп жатыр. Ол күндері мектепте боранға байланысты жабық, бала-шаға шулап үйде қамалып отыр. Боранды күні бала құтқарады демекші, іштері әбден пысқан. Интернет желісі де ұстамайды. Үйдің опай-топайын шығарып барады. Сырттан кірген әкелерінен сескенбесе, қой дегенді тыңдайтын емес. Бір бұрышта терезеге үңіле қарап отырған Рабиға арасында балаларына айқайлап ұрысып қояды. Басты ауырттыңдар ғой, отырсаңдаршы тыныш деді зекіп. Оны тыңдаған ешкім жоқ. Демалыс күні абысының 2 ұлын әкеліп тастаған. Тойға барып келейік, өзімізше бір баласыз қыдырайықшы деп кеткен еді. Әлі жоқ. Өзі баласыздай, олар да қосылып шулап жүр. Енесі бөлмесінен шығып, мыналар адамға тыныштық бермеді ғой, көзімді бір іліп алайын деп едім деп сөйлеп жүр. Рабиға сағатқа қарап кешкі астың қамына кірісті. Қасына енесі келіп көмектесе бастады. Апа, өзім ақтандырамын ғой, демала берсеңізші деді. Қайдағы демалған, мыналар миымды шағып жіберді. Наныңды жайып берейін, етіңді қуыра бер деп онға қолын созды. Рабиғаға байқатпай қарап қояды. Келінінің жүзі сынық, көңілсіз, жаны ашып қасында жүр. Рабиға арбаға таңылған, өздігінен жүре алмайды. Отырғанына 5 жылдан асып қалды. Енесінен, күйеуінен қысылғанынан үйдегі жеңіл-желпі жұмыстарды атқарады. Газдың түбінде тұрып, ет қуырып тамақ істегені, ыдыс жуғаны болмаса, бұл үйдің барлық шаруасы күйеуінің мойнында. Қонақ келетін кезде абысындары көмектеседі. Онда да сол енелерін сыйлап келетін болар. Атасы өмірден өткеніне 2 жылдан асып барады. Дастан екеуі қосылғанына 10 жылдан асты. 2 ұл, 1 қыздары бар. Рабиға мектепті бітірген жылы тракторға отырғызып алып қашқан. Трактористің әйелі боласың, қорықпа, аман болсам комбайнды да сатып аламын деп, май-май қолын шалбарына сүртіп, ыржия күлген Дастан келіншегін трактормен әкелгеніне түк намыстанбаған еді. Ауылда өскен мектеп күзетшінің қызы Рабиға да қарсылық білдірмей қалған. Келгеннен үй тірлігін үйіріп алып кетті. Ерте тұрып сиыр сауып, нан ашту, қазан-қазан тамақ істеп, бітпейтін қонақ күту Рабиғаны қорқытқан жоқ. Енесі де шаруаға пысық адам қашан болсын келінінің бір жағында жүретін. Дастаннан кейін қайнынысы үйленіп өздерінше бөлек кетті. Қайынсіңлісі де тұрмысқа шықты. Бір тойдың артынан бір той, күнде жиын болса да Рабиға шаршамайтын. Енесі де мақтап, Құдайға шүкір, барлығы Рабиғамның арқасы, әйтпесе мен барлығына қайдан үлгерейін деп отыратын. Бақытты күндер, дүниеге келіп жатқан балалардың қызығы, жалындаған жастық шақтың қызықты күндері аяқ астынан бір күнде үзілген еді. Тракторға лықа толтырып, шөп тиеп алған Дастан өз жөнімен кетпей, қасына Рабиғаны ертіп алады. Мына шөпті қойшыға апарып тастайын, қайтар жолда Жантастың үйіне кіріп шығамыз. Әсемді көргің келмейді ма деді. Құрбысын көптен бері көрмеген Рабиға келесе кетті. Балаларды қайтеміз, кішкентай жылап қалады ғой дегенге, апам бар ғой, бағып жүрген баласы, неге уайымдайсың деді. Екеуі тракторға отырып алып, ауылдан шығып кетті. 1 сағатқа жетер-жетпестен күн бұлттанып арты жаңбырға ауысады. Лездемде жоқ, балшыққа айналып трактордың жүрісі баяулай береді. Қойшының үйіне жақындап қалған тұста биік жоталау жер болады. Өрге қарай жүрген трактор артқа тартып, жолдың балшығы езіліп, салмағы ауыр болды ма бір жағына қарай қисайып шөбімен қосыла аунап құлайды. Жай құламай, артқа қарай жұлқи тартып төңкеріледі. Секір деп Дастан Рабиғаны есік таша итереді. Есі шыққан Рабиға сыртқа секіргенімен жерге оңбай құлап, есінен танып қалады. Астынан секірген дарханда бірден орнынан тұрып кете алмай жатып қалды. Жаңбыр болса себелеп әлі жауып тұр. Алыстан трактордың даусын естіп күтіп тұрған болса керек, төбеден көтеріліп көзге көріне қоймаған тракторды іздеп қойшы жолға шығады. Бір жағына қисайып аударылған трактор сыртта жатқан Дастан мен Рабиғаны көріп көмекке келеді. Міне, сол төңкерілген кезде Рабиға жерге дұрыс құламай, аяғы сынып, ауруханада ұзақ жатып қалады. Дастанда біраз жарақат алғанымен ол тез тұрып кетеді. Рабиғаның қоңырық сүйектері сынып ота жасалады. Сүйекті қатыру үшін темір салынып, оны 1 жылда қайта алып әбден жаны қиналады.
Ота сәтсіз өтті ме, өзі әлсіз болды ма, аяғынан қайтып тұра алмайды. Екінші аяғы қоса ауырып, мүгедектер креслосына отырып қалады. Өзін кінәлі санаған Дастан әйелінің асты үстіне түсіп, қаратып апармаған жері жоқ. Барлық жағдайын жасап, үйдің де бар тірлігін өз мойнына алған. Енесі де келініне жан ашып, отырып тұруына көмектесіп, балаларына қарайласып, кішкентай қызы енді жүре бастаған ауыртпалығын сездірмей барынша көмектеседі. Алғаш бірінші жылдары анасы да келіп көмектеседі. Айлап ауруханада қасында отырып үйіне келіп жатып, қызына қарайды. Біреудің үйінде қашанғы жатсын, өзінің де шалы, бала-шағасы бар, кейіннен келмейтін болды. Арасында келіп хабарласып тұрады. Жылына бір рет ауруханаға келіп жатып, ем-дом алып тұратыны бар. Осылай арада 5 жылда өтіп кетеді. Бұл күндері қыс айларында бөлме ішінде ары-бері арбасымен жүргені болмаса, өзін қамауда отырғандай сезінеді. Ауылдағы той-томалақ жиындарға да баруды қойған. Барса елдің барлығы өзіне мүсіркеп қарайтын сияқты. Көбіне Дастанды өзі жібереді. Басында қипақтап, сенсіз жалғыз қалай барамын, біртүрлі ыңғайсыз екен деп сөйлейтін. Кейіннен үйреніп алды да. Бармасаң онда маған өтпелеме, мен келгенше ішің пыспасын деп кете беретін. Жылына 1-2 рет ауруханаға барып, жатқанда алғашқы жылдары артынан іздеп келіп тұратын. Сені сағындым, қашан қайтасың деп көңілін аулайтын. Кейіннен ол да жоқ, таксиге салып жіберетін болды. Еті үйрене бастаған сияқты. Енді бір әдет тапқан, кейде үйге қонбай қалатын болып жүр. Ондай түні Рабиға да ұйқы жоқ, таңға ояу жатады. Бірақ күйеуіне сөйлемейді, іштен тынып үнсіз отырады. Бір күні абысыны келді ғой, әйтеуір үйдегілермен амандас болған соң балаларына жиналыңдар кетейік, апаларыңның басын аштқан шығарсыңдар деп енесіне қарап күліп. Сонша қайда жүрсіңдер, 2 күн тойладыңдар ма деді енесі. Апа жол жоқ, әрең жеттік ауылға деді. Бер жүрші деп келінін бөлмесіне кіргізіп алды. Не болды апа? Мына Рабиға кенше күннен бері көңілсіз, аузын ашып сөйлемейді. Не болғанын білмейсің бе? Қайдан білейін, сөйлеспедім деп иығын қиқаң еткізді. Қайда асығып барасың, шай ішіп отырсаңшы, әңгіме айтып, көңілін аулап, маған сөйлемейді. Жақсы, қайнағам қайда? Ол қазір келіп қалар, әлгі Жарқынбайдың қызы ауылға келіп еді? Иә келген, қай күні көшеде көрген едім. Сорлы десеңші, сол екен ғой деп екеуі бөлмеден шықты. Бүкіл үйді шулататын абысының балалары екен. Олар кетісімен үйде тыныштық орнады. Кешкі ас ішіліп, барлығы жатып қалды. Тынымаған Рабиға ғана телміріп Дастанды күтеді. Ол бірақ түнімен келмеді. Ертесіне Рабиға енесімен таңғы шайын ішіп отыр. Балалар әлі тұра қоймаған. Мектеп жоқ болған соң асықпайды. Енесі орнынан тұра бергенде, апа, сізге айтар әңгімем бар деді. Ол не тағы дегенде келініне шоши қарады. Апа, мен кетемін деді жай ғана. Кеткеніңіз, қайда барасың? Апа, мен ештеңе білмейді, сезбейді дейсіз бе? Бұдан әрі шыдауға шамам жоқ, кетемін. Қызым-ау, не айтып отырсың, не болды тағы? Олай маған өтірік әңгіме айтпаңыз, барлығын білесіз. Балаңыз бүгін де үйге келмеді. Түн ұйықтамай таңдатырдым. Маған титтейде жаныңыз ашса, маған рұқсат беріңіз деді. Көзінен сорғалап аққан көз жасына ие бола алмай. Қарағым, рұқсатымды бере алмаймын. Сабырлық сақташы. Мына балаларыңды ойлашы. Оларды қайтесің? Балаларымды тастап кетемін. Оларды асырайтын менде шама жоқ. Сабыр қызым, сабыр. Шаршаған шығарсың. Төркіндетіп баруыңа болады. Көп болып қалыпты бармағаныңа. Барып демалып, бой жатып келерсің. Одан әрі тыңдамаймын дегенде ас бөлмеден шығып кетті. Дереу құдағи үйіне қоңырау шалып, Рабиғаның баратынын айтты. Дастан шынымен де бұл күндері жүрісі көбейген. Оған себеп Жарқынбайдың 2 рет тұрмысқа шығып қайтып келген қызы Марзия. Әкесінен қалған үйде жалғыз өзі тұрады. Өзінің үлкен ағасы қалада, бұл ауылға келмейді. Өзі де қалаға кеткен, жолы болмай қайтып келді. Ең алғаш осы Дастанды қаладан келе жатқанда көрді. Жол бойында тұрғанда тоқтай қалып ала кеткен. Ауылға жеткенше әңгімелесіп, Дастанға көзі түскен әйел сол жерде телефон номерін алып, өзінің жоспарын құра бастаған. Қазірде қасында жатқан Дастанды оятып алмайын дегенде үнсіз жатыр. Шошып оянған ол орнынан атып тұрып, жалма-жан киіне бастады. Неге оятпағансың, енді қайттың деп жынданды. Сенің ұйқыңды қимадым, сондай тәтті ұйықтап жатыр екенсің деді сазалап. Енді мына жарықта үйден қалай шығамын? Қап деді. Еште кетпейді, жұрт білмейді дейсің бе деді қарап. Ой сен де деп сыртқа шығып кетті. Енді көшеде ұрық-ұқсап орланып келеді. Үйге түк болмағандай кірді де терезеге қарап отырған Рабиғаны көрді. Бөлмесіне кіріп киімін ауыстырды да, тамағын ішпестен тракторын ота алдырды да жұмысына кетіп қалды.
Келесі күні Рабиғаның анасы келіп қызын алып кетті. Балалар қала берсін, ертең сабақ басталады, алаңдамай баймалып бой жазып кел. Қайтатын болсаң айтарсың, Дастанды жіберемін деп бетінен шығарып салды. Рабиға енді бұл үйге қайтып келмесін деп өзіне сенімді болып бара жатты. Дастан кешке үйге келгенде Рабиға жоқ. Оны анасынан сұрамады да, қайта кеткенін сезіп тұр. Үйге кіргеннен анасы сөйлей жөнелді. Сен осы ұяттан безіп барасың. Мына ел жұрттан ұялмасаң да, ана Рабиғаға неге жаның ашымайды? Бейшараның жазығы не, деді баласына тесіле қарап. Апа, әңгімені өзіңіз бастадыңыз, айтады. Мен тоқал аламын дегенде анасы ыршып түсті. Не дейді? Тоқал сенің не теңің? Әкең албаған тоқалды сен аласың ба, деді. Апа, тоқал алу қазіргі заманда жаңалық емес, елдің барлығы алып жатыр. Тоқалың анау Жарқынбайдың қызы ма? Көргенсіз, мен оны босағама кіргізбеймін. Апа, ол бөлек тұрады. Анасы өз баласын танымай, ештеңеге түсінбей, біраз қарап тұрды да, оған Рабиға көнеді дейсің бе? Сіз маған көмектесесіз. Не дейді деп байғұс ана бетін шымшыды. Қартайғанда маған көрсеткенің осы ма? Жолама маған. Қорықпаңыз, сіз айтпайсыз. Сіз тек Рабиға үйге келгенде қолдау көрсетіп отырсаңыз болды. Сонда кім айтады? Әсемге айтып көндіріп қойдым. Бір-екі күнде қолы босаған кезде Рабиғаға келеді. Ал көндік делік, содан кейін не істейсің? Марзи екеуміз негемізді қиямыз. Менің заңда елім болады. Үйге келуші болма, босағамды аттатпаймын. Ой тоба, Айшал, мына балаңның қартайғанда маған көрсеткен қорлығын көрдің бе деп қабырғада ілулі тұрған шалының суретіне қарап сөйлеп бастады. Мені ел жұртқа масқара қылды ғой, құдаларымның бетіне қалай қараймын деп бетін шымшылай бастады. Кешкі тамақ істеу керек екені есіне түсіп, ас үйге бұрылды. Тыңдайтын бала бар ма? Барлығын шешіп тоңғышып қойған. Төркініне келіп әке-шешесінің қасында отырса да, Рабиғаның көңілі көтерілмеді. Анасы асты үстіне түсіп бәйек болып жүр. Бүгін не пісіріп берейін? Осылай отыра бересің бе? Аздап сыртқа шығып келсеңші, деді қызына қиыла қарап. Сыртқа шыққанда елге қарайтын менде бет бар ма? Қалаға барып келейікші, дәрігерге қаралуым керек. Мына боранда қайда барамыз? Күн ашылсын кішкене, барсақ барайық. Келесі күндері боран басылғандай болды. Түске таман үйге Әсем келді. Амандасып қал жағдайды сұрасып болған соң, үйге қашан қайтасың, деді. Мен енді қайтпаймын. Менің отбасылық өмірім осымен бітті. Ертең қалаға кетемін, деді. Бұлай айтпа құрбым, қалада күніңді қалай көресің? Ағайынға бір күн жақсаң, үшінші күн жақпайсың. Күйеуің бар, балаларың бар, енең де бағыңа қарай алатын адам. Сенді кім жіберді, Дастан ба, енем бе деп еді. Әсем төменге қарап, кібіртіктеп барып, не ғой, Дастандың саған айтқан сәлемі бар, деді міңгірлеп. Өзім де біліп едім, осы сен кімнің құрбысысың? Маған әйел болып жаның ашмайды екен. Сені бұдан былай көргім келмейді. Мені іздеп келме, деп қатқыл даусымен. Рабиға, кешірші мені, енді айтайын. Екеуінің ортаңда өлетін болдым. Кешірші, деді құрбысына қиыла қарап. Не дейді Дастан? Не ғой Рабиға, Дастан тоқал аламын дейді, деп тоқтап қалды. Рабиғаның түрі бұзылып сүріліп кетті. Көзінен аққан тамшылар төгіліп жатты. Екі қолын қысып, ернін тістеніп алған. Денесі дірілдеп отыр. Онты көрген Әсемнің есі шықты. Сен рұқсат берсең, әрине, өзіңнің батылың бармай мені жіберді. Сенен рұқсат сұрап жатыр деп отырып қалды. Қазір бұл жаңалық емес, екінің бірі тоқал алып жатыр. Қайта сенен рұқсат сұрап алдыңнан өтіп жатыр. Қайтесің енді құрбым? Ажырасып балалардан айырылып, қалай күніңді көресің? Әке-шешең де жас адамдар емес, шайтан болып кетпейді. Қайта өзіңнің босағаңда бәйбіше болып отыр дейсің ғой, деді тістеніп. Онда тұрған несі бар? Қоғам бұл күндері оған да үйренейін деді. Сенің жантасың тоқалала әкелемін десе, көнесің бе, деді Әсемге қарап. Рабиға, сен қазір ашуланып отырсың. Білемін, мен ертең келемін, жауабын айтарсың, деп есікке қарай затты. Үстелдің үстінде жатқан ыдысты алып, бар күшімен қабырғаға лақтырды. Бар күшімен айғайлап жылады. Екі қолын жұдырықтап алып, екі аяғын тоқпақта бұра бастады. Бөлмеге жүгіріп кірген анасы қызын құшақтай қалып, сабыр ет қызым, сабыр, ашуланба, ауырып қаласың, деп жұбатып жатыр. Не айтқанын естідіңіз ғой апа, тоқал алмақшы, менің сонда қандай жазығым бар, сонда рұқсатымды беруім керек пе, деп анасына қарады. Қызым, басыңа салса көнесің де қайда барасың, дегенде Рабиғаның көздері бақырайып кетті. Анасынан оны күтпеп еді. Сендер барлығын келісіп алғансыңдар ма? Менің күйіп жанып жатқан жан дүниемді ешкім ойламайды, деп жылады. Екі күн өткенде Әсем қайтадан келді.
Бұл жолы Рабиға жыласып қалғандай болып көрінді. Рабиға, жағдайың қалай, амансың ба? Менің жағдайымда қалай болу керек деп ойлайсың? Дастан сені тастамайды, тастайтын болса ажырасамын деп айтар еді. Сен тегі мені қуанттың, деді мысқылдап. Қайтесің енді, басыңа салса көнесің де құрбым, не дейін? Мен енді сенімен құрбы болмаймын. Мені іздеп екінші келме. Екеуміз достығымыз осы жерден тоқтасын. Рабиға, сен қатты кетіп жатқан жоқсың ба? Жарайды, уақыт бір өземші. Мен Дастанға не айтып айтайын? Келесімін берді деп барамын, деп орнынан тұрды. Құрбысына қарай есіктен шығып барады. Сыртқа шыққанда Рабиғаның анасы кешеден бері көнген сияқты. Көнеді ғой, қайда барады дейсің? Тек ашуы басылсын деді. Шынымен ашуы басылсын деді ме? Тек 5-ші күн дегенде Дастан келді. Балаларды өзімен бірге ала келіпті. Балалары апалап мойнына асылып, қызы еркелеп, апа, біраз мауқын басқан соң, Дастан, сендер апаларыңа барыңдар, апаларыңды да сағынған шығарсыңдар, біз сөйлесіп алайық деп үшеуін бөлмеден шығарып жіберді. Өзі жаймен Рабиғаның қасына келді. Рабиға, әсем айтқандай өзіңнен рұқсат сұрап келдім. Егер рұқсатыңды бермесең, оған да көнемін. Деп алдына отыра қалды. Екі қолын қыса ұстап, Рабиға үнсіз жылап отырып, екі қолдарын тартып алды. Сен де мені түсінші, жаным, мен сені ешқашан ренжітпеймін, деді. Білгеніңді істе, деп тістеніп әрең сөйледі. Рахмет, үйге қайтсаңшы, сені алып кетуге келдім. Үйге жүрші, деді. Бармаймын, деді. Дастан бөлмеден шығып кетті. Бірақ балаларын қалдырып кетті. Келесі күні Рабиғаны алып кетуге енесінің өзі келді. Қызым, қайтейін енді? Маған да оңай болып тұрған жоқ. Бұл еркектер оңбаған болады екен. Көндіре алмадым. Сенің алдыңда жазықтымын, деп бір жылап алды. Өзіңді алып кетуге келдім. Үйіңе, шаңырағыңа жүр. Балаларыңа ие бол, деп Рабиғаны үйіне қайтадан алып келеді. Бұл қыс қаншалықты суық, аязды болса, Рабиға үшін де оңай болмады. Ызғарлы қыс қашанғы созылсын, уақыт өтіп көктем келді. Дастан болса Марзиямен некесін қиып екі үйдің ортасында жүреді. Басында Рабиғаның қайтып келгеніне қуанса, бұл күндері бір қалыпты. Қайта Марзияға көп барады. Ауылдағылар да өсектеп болған. Еркектер жағы дұрыс деп қолпаштап жатса, әйелдер жағы Рабиғаға жандары ашып, беттерін шымшып, бізден аулақ деп жатты. Кейбір еркектер әйелдерін Дастан сияқты тоқал аламын деп қорқытатынға шыққан. Әсем ғана алыстан бақылап, Рабиғаға жоламайды. Құрбысының жолама деген сөзін ұмытқан жоқ. Ыңғайлы бір күнді күтіп жүр. Тоқал деген атқа ие болып, Марзия ғана көңілді болып жүр. Қуанбағанда ше, Дастанды үйіне кіргізіп алды. Енді оған бір бала туып берсе болды. Бірақ сол баланы беруге Құдай әлі асықпайтын сияқты. Бұл күндері жұрт бұның атын ұмытқан сияқты. Атын тікелей атамай, ел Дастанның тоқалы дейтін болған. Басында мән бермеген Марзия бір күні бұл сөз құлаққа бір жағымсыз естілетінін байқады. Болмағанда ше, Дастанның тоқалы деп кім еркелетіп айтады дейсің? Бұл аузынан айызын қандырып айтса, біреуі кекетіп, мұқатып айтып жатқанын естіп қалады. Менің атым Марзия деп қайсы бірімен салғыласып жатсын. Көктем шығып күн жылыған, ауыл адамдары көше тазалап, кәдімгі ауыл тіршілігіне көшкен. Марзия да шарбақтың сыртын жинастырмақ болып көшеге шығады. Көшеде әйелдермен сөйлесіп жүріп келсе, келесі көшеге өтіп кеткенін байқамай қалады. Қасында тұрған келіншек бүйірінен түртіп жібереді. Енен келе жатыр, қара, деді. Қайдан шыға келді, жаңа ғана жоқ еді. Сасқанынан Дастанның анасына иелеп сәлем берді. Менің бірақ келінім бар, ол Рабиға, әуре болма, қайдан шықтың деп ашулана сөйледі. Алдымен басыңа орамал тағуды үйрен, көргенсіз, деп кетіп барады. Марзия бұрыла сала үйіне жүгірді. Кешке Дастан келгенде отырмастан анасын жамандай бастады. Елдің өзінше маған біраз сөз айтты. Апаң айтып қойсаңшы, мені масқараламасын, деді. Енді кәрі кісімен алысып жүремін бе, өзің бірдеңе қылып тілін таппайсың ба, деп тоқалына қарады. Менің бір ғана келінім бар, ол Рабиға, деді. Мен сонда кіммін? Сен тоқал екеніңді ұмытып қалдың ба, дегенде ашшыңдап ашуланды. Саған тигенде өмірім осылай күрделеніп кетеді деп ойламадым. Рабиғамен ажырас дегенде көнбей қойып едің. Оны мен қалай ажырасамын, өзің ойлашы. Балаларымның анасы, абыға таңылған адамды тастай алмадым. Одан да оны әлі де жақсы көремін демейсің бе? Маған тек ойнау үшін келесің, деп жылай бастады. Тоқалына келгеніне өкініп қалған Дастан үйден шығып кетеді. Қашып барасың ба? Рабиғаға барасың ба? Бар, мені қайтсың, деп соңынан айғайлап қалды. Бағана үйден шыққанда Рабиғамен де сөзге келіп қалған. Мұнда келсе мынау енді қайда барады? Басы қатып тұрғанда қасына ауылдасы Айдар тоқтап қалды. Дастан, неғып тұрсың, отыр, дейді.
Қасына отырған Дастанға тоқал алған қандай екен деп ыржия бастады. Дастан қолын бір сілтейді. Не болып қалды? Жақсы емес пе екі қартының ортасында шалқақтап жүресің деп қарқылдап күледі. Қайда барасың? Қоймаға тарттық дейді. Кеш батқанда қоймада нең бар? О, тоба деді. Екі қатының бар, үйге сыймай жүрсің бе деп екі иығы селкілдеп өлердей күлді. Қапына оңбағанға қайдан тап болдым? Бұл енді бүкіл ауылға таратып мазақ қылатын болды ғой деп іштей қынжылып келеді. Суық қоймада нең бар? Жүр үйге барып 100 грамдатайық деп Дастанды үйіне алып келді. Шай құйып отырған Айдардың әйелі сенбіде Жұманов баласына той жасайды. Шақыру қағаз алдыңдар ма деді. Бұйыртса барамыз ғой. Шақыру қағазына кімнің атын жазыпты? Рабиғаны ма, Марзияны ма деді. Екеуін бірдей жазып па дей бергенде, қатын, тыныш отырсаңшы деді Айдар. Дастан шынымен ойланып қалды. Бұл тойдың өзіне пәле болып жабысатынын сезіп отырғандай. Айтқандай-ақ келесі күні анасы Жұманның тойына барасыңдар ма деді. Дастан үндемей басын изеді. Мені базарға апарасың ба? Көйлек алмасам киетінім жоқ екен деді Рабиға. Онда жинал, қазір барайық, ертең малшыларға кетемін деді. Қуанып кеткен Рабиға тез жиналды. Есіктен шыға бергенде Дастанның телефоны безілдей жөнелді. Қоңырау шалып тұрған Марзия екен. Жұман ағамның тойына барамыз ба? Көйлек алуым керек, ақша бересің бе дегенде Дастан есіктен шығып келе жатқан Рабиғаға қарады. Көйлекті қоя тұр, кешке барғанда сөйлесеміз деп еді Марзия. Мен тойға барамын, бармайсың деп айтушы болма деп сөзін аяқтамастан телефонды өшіріп тастады. Кешке Марзия Дастанды бірден сұрақтың алдын алды. Рабиғаны сүйрелеп базарда не істеп жүрсің? Оны саған кім айтты? Ауылда бірақ базар бар, таныстарым айтты. Көйлек алыпсыңдар ғой. Тойға киетін көйлек алды. Тойға сонда мен бармаймын ба? Барғың келсе жүр. Мен Рабиға жүргенде жүре алмаймын. Онда үйде отыр. Тойдан қалып жынды дейсің бе? Олар мені шақыртар бірден соң деп бүйірінтіреп тұра қалды. Сенің осы мінезіңді неге байқамағанмын? Қандай? Айт, қандай мінез? Рабиғамен көп санасасын. Оны күндестік дейді. Екі оттың ортасында қалған Дастан ашуланып, баратын тойыңа бара бер, онда мен бармаймын деді. Осындай келеңсіз жағдайлар жиі қайталанып Дастан шаршай бастады. Шегіне жеткен мына оқиға барлығына нүкте қойды. Мектепте 4-ші сыныпқа оқитын олар жеңіс досымен үйге келе жатады. Алыстан Марзия көрінеді. Қасындағы досы жеңісті түртіп қойып, маман келе жатыр деді. Ол менің мамам емес, әкеңнің тоқалы саған мама болмайды ма деп сөйлеп келе жатқанда Марзия қастарына жетіп қалған екен. Жеңіс, балам, қалайсың деді. Тұтығып кеткен Жеңіс жауап берместен алдыға қарай жүгірді. Үйге жылап кірген Жеңіс шешінбестен төсегіне жата кетті. Баласының мінез қылығына Рабиға таңғала. Балам, не болды? Сені біреу ренжітті ме деді. Анашым, әкемнің тоқалы маған ана бола алады ма деді. Жоқ, сен менің баламсың. Онда неге маған балам деп сөйлейді? Анашым, сол тоқалды ауылдан қуып жіберейікші. Қой балам, әкең естімесін. Онда біз кетіп қалайық. Қайда барамыз? Біздің үйіміз осы ғой. Анашым, мен тоқал алмаймын деді аузы бұртиып. Жаным менің ақылдым, алма, тоқал керек емес деп құшағына тығылған баласының басын сипалады. Екеуінің әңгімесін бағанадан келіп тұрған Дастан естіп қалды. Енді сөзге араласайын деген кезде Жеңіс, анашым, осыдан үлкен болып өсейін, мен сені бұл ауылдан алып кетемін деді. Қамқоршым менің, ақылыңнан айналайын деп Рабиға баласын кеудесіне қысады. Енді бұл жерде сөзге араласа алмай қалған Дастан бұрылып үйден шығып кетеді. Сол бойда Марзияға келеді. Есіктен кірген Дастан күліп қарсы алады. Жаным, тамақтайын, отыра қал. Тамаққа зауқым жоқ, демалайыншы. Жақсы, саған айтатын жаңалығым бар деп майыса кетеді. Ол не жаңалық тағы да? Мен үйімді өткен де саудаға қойып едім ғой, есіңде ме? Өзінің үйі болмаған соң Дастан оған мән бермеген еді. Бүгін сатып алушы табылды. Жақсы бағаға сатылып алатын болды. Оны сатып қайда бармақшысың? Бірге кетеміз. Қайда? Қалаға. Қалада үй қымбат, ақшаң жетпейтінін білесің бе? Сені қайтемін, жетпеген ақшасын сен таппайсың ба деп қарап отыр. Осы кезде Дастанның төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Бұл қатынға мен осы ақша үшін керек болған екенмін ғой деп ойлады. Мен қалаға бармаймын. Неге деді, көздері бақырайып, шын таңғалып тұрма, өтірік істеп отырма, ол жағы белгісіз. Мен қалаға бармаймын. Менің үйім осында ғой, анамды балаларымды тастап ешқайда бармаймын. Онда келіп тұрасың да деді түк болмағандай. Саған беретін ақшам жоқ, осында тыныш отыр, мен саған рұқсат бермеймін. Сенен рұқсат сұрап отырған жоқпын, бармасаң өзім кетемін дегенде Дастан қандай қателік жасағанын енді түсінді. Түсінді де Рабиғаға жаны ашып кетті.
өзінің алданғанын, енді бұл ауылда Марзия өзін тастап кетсе тағы да өсектің астына қалатынын түсінді. Арада 2 жыл өтті. Марзия ауылдан сол жылы көшіп кеткен. Дастан артынан бармады. Рабиғадан кешірім сұрап, Марзияға жоламайтынын айтып, уәдесін берген. Сонда да көңілі суып қалған Рабиға бұл күндері Дастанға сенбеді. Барынша тырысып балдақпен жүруге әрекет етіп жүр. Аяғынан жүріп кетсе жұмысқа шығатын ойы бар. Балалар да өсіп қалды. Ауруханаға келіп кезекті қаралуға дәрігерге кіреді. Сіз негізі мықты әйел екенсіз, деді дәрігер. Неге олай дедіңіз? Сіздің отырғаныңызды пайдаланып күйеуіңіз тоқал алған ба? Оны қайдан естідіңіз? Айыпқа бұйырмаңыз. Өткенде анаңыз айтқан. Неге күйзеліп жүр? Осылай жүре беретін болса жазылмайды. Өмір сүруге неге талпынбайды деп сұраған еді. Я, масқарамды шығарып үстіме тоқал алды ғой. Сіз сонда қалай көніп рұқсатыңызды бердіңіз? Көнуден басқа амалым болмады. Балаларымды тастап кете алмады. Мықты, сіз мықтысыз. Рахмет. Қазір сол сенген тоқалы өзін тастап қалаға кетіп қалды. Сауап болған екен. Қалай шыдадыңыз? Өзіңізді сонша қор қылып. Басыңа салса бәріне көнеді екенсің. Мен көнбес едім. Намысымды таптаспас едім. Сіздің балаларыңыз бар ма? Жоқ, онда сіз ешқашан мені түсінбейсіз, деді. Кабинетінде жалғыз қалған дәрігер Рабиғаның қағаздарын толтырып жатып басын шайқап қойды. Мықты деп бірнеше рет қайталап